Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Сенаторлар қоршаған ортаға орасан зиян келтіріп отырған радиоактивті қалдықтарды жою мәселесін көтерді. Сенат спикері Дариға Назарбаевның мәліметінше, бүгінгі күні ел аумағында 170 миллион кубометр радиоактивті қалдықтар жиналып қалған. Бұл бізді улап қана қоймай, өлтіріп жатыр. Бұл орайда адамдардың өмір сүру ұзақтығын қамту үшін денсаулық сақтау саласына бөлініп жатқан қыруар ақша далаға кеткенмен бірдей дейді төрайым. Бас эколог болса, радиоактивті қалдықтарды реттейтін бап заңда көзделмегенін айтады. Сенатта өткен үкімет сағатында экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев елдегі тұрмыстық және өндірістік қалдықтар мен қоқыс полигондарының бүгінгі ахуалын баяндаған болатын. Ел аумағында жиналып қалған радиоактивті қалдықтардың көлемі 170 миллион кубометрді құрап отыр. Мамандардың айтуынша тіршілік көзі үшін қауіпті бұл қалдықтар адамзаттың денсаулығына зиян. Қазақстанда 2 ядролық полигон болды. Семей полигонда 469, Батыс Қазақстан өңірінде Капустин-Ярда 40 жарылыс орын алды. Сондай-ақ бұрынғы уран кен орындары да радиация көзі болып табылады. Ол азда елде 118 карьер мен кеніш бар. Онда 237 миллион тонна радиоактивті қалдықтар жатыр. Экологтардың айтуынша көптеген мұнай өндіруші компаниялар пайдалану барысында радиоактивті болған құбырларды қайта жаңғыртпайды. Керісінше ондай зиянды құбырларды жинап қояды, ал оның зияны қоршаған ортаға тарауда. Осылай жылдап жиналған проблема еліміз үшін экологиялық қауіп төндіріп отыр. У нас еще скопилось 170 миллионов кубометров радиоактивных отходов. Бізде тұрмыстық қалдықтардан бөлек 170 миллион кубометр радиоактивті қалдықтар жиналған. Бұл ауаны қоршаған ортаны ластап қана қоймай, бізді біртіндеп өлтіріп жатыр. Бұл орайда адамдардың өмір сүру ұзақтығын қамту үшін денсаулық сақтау саласына бөлініп жатқан қыруар ақша далаға кеткенмен бірдей. Бір қолмен беріп, екінші қолмен өзімізді өлтіріп жатырмыз. Экология министрі болса, бұл мәселені бір жақты қылу үшін тиісті заңда радиоактивті қалдықтарды реттейтін бап атымен жоқ екенін айтады. Жалпы осы бүгінгі экологиялық кодексіде осы радиоактивті қалдықтардың реттейтін статьяда жоқ. Сондықтан да осы мәселені жүйелі түрде шешу үшін біз жаңа экологиялық кодексіне сондай бір норма енгіздік, ол болады. Сондықтан өз шешім табады деп сенеміз. Сондай-ақ сенаторлар экологиялық кодекстегі бір қатар нормаларды сынға алды. Жыл сайын елімізде 5 миллион тұрмыстық қатты қалдықтар қордаланып қалады. Жалпы жиналған тұрмыстық қалдық көлемі 120 миллион тоннаны құрайды. Ал қолданыстағы 3,5 мың полигонның 18% ғана экологиялық және санитарлық талаптарға сай. Көптеген полигондар толып кеткен және ескірген. Оған қоса ағымдағы жыл 9 мың заңсыз қоқыс орындары анықталды. Сенат төрағасы Назарбаева ханым 20 жылдан бастап полигондарда тамақ және құрылыс қалдықтарын сақтауға тыйым салынатынын еске салды. Бұл жағдайда ол қалдықтарды қайда жібереміз, үкіметтің бұған қатысты нақты ұсынысы бар ма деген сауалды алға тартты. Әзірге құзырлы орган тарапынан мұндай ұсыныс көрмей тұрған сенатор аталған тыйым жұмыс істемейтінін айтты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Депутаттар күнделік кезет жобасын сынады. Өздеріңізге мәлім, еліміздің орта білім беру ордалары электронды күнделікке көшті. Енді оқушылардың бағасы бұрынғыдай қағаз күнделікке емес, электронды күнделікке қойылады. Ата-ана мобильді қосымша арқылы баласының бағасын қадағалайды. Алайда электронды күнделікке қатысты қоғам тарапынан наразылық туып отыр. Себебі бағаны бақылап, мұғалімнің ескертпелерін қарау үшін бұл қызмет түрі ақылы. Депутаттар тегін білім беру жүйесінде ақылы қызмет қайдан келді деп, білім министрі Асхат Аймағамбетовті сұрақтың астына алды. Күнделік кезет сайтында ата-ана мен баланың барлық жеке мәліметтері тіркелген. Сынып жетекшілері үшін екінші жұмыс болды. Олар оқушылардың алған бағасын сайтқа жүктеп отырады. Үй тапсырмасын да осы жерден табасың. Заман талабына сай балаңыздың оқу үлгерімін электронды түрде бақылап отыруға мүмкіндік бар. Тіпті оқушының бағасы, жетістіктері, үй тапсырмасы айтылу сайтта жарқырап шығып тұрады. Алайда осы керемет үшін ақы төлеуің керек. Әу баста бұл жоба ұсынылғанда білім министрлігі тегін қызмет деген болатын. Қазір мәлім болғандай, мобильді қосымша арқылы кірсеңіз айына 300 теңге төлеуіңіз керек. Бұл жайт ата-аналардың наразылығын тудырды. Күндегі бағасын қарау тегін. Солай ғой? Солай. Ал бірақта аналитиканы алу үшін, рейтингті алу үшін, басқа балалармен салыстырма жасау үшін, басқа мәселелерді алу үшін бұл тарапта әрине де ақылы бүгінгіні осындай
мәселелер көрсетіліп отыр. Әртүрлі тарифтар бар, жаңағы тарифтары әрқалай. Депутат Азат Перуашев министрге елімізде тегін білім беру ата заңмен бекітілгенін еске салды. Сөйте тұра ақылы күнделік қызметін енгізудің қажеті қанша деп сынады. Бесплатное среднее образование в государственных учреждениях гарантировано Конституцией. Тегін білім беру Конституциямен бекітілген. Неге бізде күнделік қызметі ақылы? Ол жерде ата-аналар балаларының бағасын салыстыру үшін, мұғалімнің ескертпелерін қарау үшін тегін кіре алмайды. Оның не қажеті бар? Мен бұған үзілді-кесілді қарсымын. Бұл ата-аналардың шағымы. Айта кету керек, күнделік кезет жобасы ресейлік Дневник.ру компаниясының өнімі. Депутаттар Ресейдің мұндай ақылы жобасының керегі жоқ. Ресейде де қосымшаның жұмысына қатысты наразылық көп деп даурықты. Өз кезегінде палата төрағасы білім министріне ата-аналар үшін тегін спектрді кеңейту керектігін айтты. Компаниямен сол мәселені талқылауға кеңес берді. Не захочет эта компания, экономика у них там вдруг не срастется. Бұл компания тегін жұмыс істегісі келмесе керек емес. Нарықта басқа да компаниялар бар. Соларды шақырыңыздар. Нарықта жалғыз сол компания деп ойламаймын. Ата-аналар мен педагогтардың өтінішін ұмытпаңыз. Еліміздің бас мұғалімі депутаттардан естіген ескертулерді пысықтайтынын айтып құтылды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Хабарымызды жалғастырамыз. Орал қаласында Нұр Отан партиясы филиалының активі өтті. Жиын барысында саяси ұйымның атқарған жұмыстары мен алға қойған міндеттері айтылды. Активте сөз алған облыс әкімі 2019 жылдың 25 қарашасында өңірлік партия филиалдарының өкілдерімен өткен кездесуі жайлы баяндап берді. Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев партияларында 7 серпінді қадам атты бағдарламасын таныстырып, президент Тоқаевтың қолға алған жұмыстарына ат салысуды тапсырған болатын. Актив жиналысында облыс филиалы төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Мұқаев өңірдегі ахуалды жіпке тізіп, партияның атқарған жұмыстарын айтып берді. Республиканың тұңғыш президентінің жетекшілігімен кең ауқымды экономикалық, саяси және әлеуметтік реформалар жүзеге асырылды. Қазақстан мемлекеттілігінің негізін қалаушы Нұрсұлтан Әбішұлы халықты жарқын істерге жұмылдыру, қоғамдағы татулық пен келісімді нығайту, бүкіл халықаралық қоғамдастықтың ризашылығы мен құрметіне ие болған жаһандық және өңірлік бейбіт бастамалардың авторы ретінде елдің сыртқы саяси бағытын дәл айқындау ісіне орасан зор үлес қосты. Орал қаласында рухани құндылықтар қоғам бірлігінің негізі атты облыстық имамдар форумы өтті. Батыс Қазақстандық имамдардың басын біріктірген шарада жақында Нұр-Сұлтан қаласында ұйымдастырылған республикалық форумда қабылданған құжаттар таныстырды. Биыл 3-ші мәрте Елорда төрінде өткен құжат имамдардың жұмысына қалай әсер етпек? Толығырақ келесі сюжетте. Облыс орталығында Батыс Қазақстандық имамдардың білігін шыңдау мақсатында арнайы имамдар форум өтті. Дін қызметкерлері бас қосқан жиында Нұр-Сұлтан қаласында қабылданған құжат жан-жақты талқыланды. Бұл форум мақсаты өзі айтып тұрғандай рухани құндылықтар қоғам бірлігінің негізі. Рухани құндылықтарымыз біздің бабаларымызбен, тарихпен байланысты болған, және сол тарихымыздың дінмен байланысты болған тұстарын, олардың маңыздылығын және адам өмірінде біздің қазақ қоғамындағы маңыздылығын жұртымызға өзіміздің тілмен, қазақи тілмен, тарихымызбен байланыстырып отырып жеткізу. Әрбір 2 жыл сайын еліміздің астанасында имамдардың білігін арттырып, қоғамның қажеттілігін өтейтін арнайы құжаттар қабылданып келеді. 2015 жылы қабылданған құжатта исламның қандай тармағын ұстану керектігі жайлы кеңінен мағлұмат берілген еді. Рухани 7 қазық деп аталады. Жаңа өзім айтып өткендей, бұл жерде жаңа елдің бірлігі, жалпы мықты елдің арасында жалпы жұмысты, еңбекқорлыққа тәрбиелеу халықты. Осы бір бағытта қамтылған 7 қазық. Сондықтан осы бағытта біз иншалла бүгінгі форумда насихаттайтын боламыз. Батыс Қазақстан облысында 80 имам қызмет жасауда, бірақ дін қызметкерлерінің жетіспеушілігі байқалады. Сала мамандары кадр тапшылығын оқу орнын бітірген түлектермен толықтыруды көздеп отыр. Биыл 20 жас оқуын аяқтап жұмысқа кіріспек. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында жол ережесін бұзып, айыппұл төлемеген азамат 3 күнге қамалды. Оралда жүргізуші өткен жылдан бері өтемей жүрген қарыздардың кесірінен тура абақтыға тоғытылды.
Өндіріс ісі сотта қаралып, айыпталушы Май есімді азаматтың үстінен Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының 669 бабына сай қаралып үкім шығарды. Жол жүру ережелеріне енген өзгерістерге байланысты қаулы шыққан күннен бастап айыппұлды 30 күннен кешіктірмей төлеуі тиіс. Егер де борышкер бұл талапты орындамаса, заң аясында жазасын алатын болады. Айыппұлдарды өндіру бағытындағы жұмыстарды Батыс Қазақстан облысы әкімшілік полиция басқармасының жүйелі жүргізіп келеді. Полиция өкілдері әкімшілік айыппұлдарды ерікті түрде өтеуге шақырады. Ал заңды талаптарға құлақ аспай, жүрдім бардым қараған азаматтарға заң шеңберінде қажетті шаралар жасалатын болады. Осыған орай Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті борышкерлерге салынған айыппұлдардың уақытылы төлеулерін сұрайды. Яғни уақытылы төлеп 30 күнде айыппұлды төлеу қажеттігін ескертеміз. Батыс Қазақстан облысында 34 жастағы жігіт із-түзсіз жоғалып кетті. 34 жастағы Мұрат Матаевты құзырлы орган іздестіріп жатқанына 5 айдың жүзі болған. Өңір тұрғыны биылғы жылдың маусым айының 23 жұлдызында жолдас баласының шақыртуымен Ақсай қаласындағы бір шаруашылыққа шөп шабуға, шөп жинауға жұмысқа тұрады. Сол күннің ертесіне Мұрат Матаевтың телефоны өшіріліп, туыстарымен де бір жола байланыс үзіледі. Ал қожалық иесі болса, жоғалған өңір тұрғынының жұмыс орнында бір түн түнеп, артынша қожалықтан із-түзсіз жоғалғандығын айтады. Оның ұялы телефоны мен жеке куәлігі киімдерде соламайымен жұмыс жасаған жерінде қалып отыр. Қандай да бір мәліметті білген жағдайда мына нөмірлерге хабарласуды сұрайды. 8-771 278 74 39. Көрген білген кісілер болса, или байқаған адамдар болса, енді бізге хабар беруімді сұраймын. Енді үйде анасы бар, уайымдап жатқан әкесі бар. Енді біздер қарындас едік, қызы бала болғасын уайымдаймыз. Енді көрген білгендерін естігендері болса, бізге айтуларын сұраймыз. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК-42 дневной выпуск новостей. Президент подписал закон об ответственности министров за коррупцию подчиненных. Таким образом, Токаев поставил жирную точку в спорном проекте, который обсуждали все депутаты, сами министры, общественные деятели и простые граждане, которые надеются, что теперь уровень коррупции хоть медленно, но пойдет вниз. Что мешало раньше принять такие меры и будут ли они ужесточены в будущем? В нашем следующем материале. Теперь светлые головы в правительстве, а это 17 ведомств, могут полететь, если подчиненные окажутся нечисты на руку. Пока закон шел до президента, он успел обрасти поправками, полемикой и негодованием. Вот только почему министры должны отвечать за дурное воспитание и тягу к красивой жизни за счет других, вопрошают некоторые противники поправок. На одном из совещаний по борьбе с коррупцией президент четко сказал: если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку – это прерогатива главы государства. Но заявление об отставке – это обязательная мера, абсолютно необходимая процедура. Таково мое видение антикоррупционного курса власти на среднесрочный период. Будем действовать вместе, твердо и решительно. Такими оперативными съемками из регионов заполнен интернет. Берут охотно и много, причем каждый раз чиновники искренне недоумевают, когда их задерживают. А вот еще недавний случай, буквально на днях. Чиновника отдела по исполнению судебных актов Алматинского департамента юстиции подозревают в получении 2 миллионов. Должен ли теперь уйти в отставку министр юстиции, пока таких данных нет. Ну и цифры напоследок. 40 миллиардов тенге. Это ущерб от коррупции за последние 3 года. Это недостроенные больницы, школы, дороги и чьи-то жизни в виде тяжело больных детей, до которых помощь так и не дошла. Гульнар Умарова, Александр Грабарев, ТДК-42.
Спикер Сената Дарига Назарбаева указала на необходимость избавляться от 170 миллионов кубометров радиоактивных отходов, которые скопились на территории Казахстана. Она отметила, что затраты на медицину не имеют смысла, пока эти отходы подрывают здоровье граждан. Это то, что не просто загрязняет почву и атмосферу, это то, что нас убивает, отметила спикер Сената. Подробнее в материале наших столичных корреспондентов. По разным источникам в стране скопилось от 170 до 200 миллионов кубометров опасного мусора, который, по мнению специалистов, неблагоприятно влияет на общий радиационный фонд страны и несет угрозу здоровью населения. В стране действовало 2 ядерных полигона. Около 500 взрывов прогремело на Семипалатинском полигоне и 40 на полигоне Капустин-Яр в Западно-Казахстанской области. По словам экологов, также источником радиации остаются бывшие урановые месторождения. Плюс к этому в стране работают 118 карьеров и рудников, около которых лежит 237 миллионов тонн радиоактивных отходов. Мало того, по словам экологов, многие нефтедобывающие компании зачастую не утилизируют трубы, которые в процессе эксплуатации тоже стали радиоактивными. Их просто складируют. А ведь радиация имеет свойство накапливаться. Проблема, которую не решают годами, может вновь обернуться экологической угрозой. У нас еще скопилось 170 миллионов кубометров радиоактивных отходов. Это то, что не просто загрязняет почву, атмосферу, это то, что нас убивает. И мы можем тратить огромные деньги на развитие здравоохранения и бороться за продолжительность жизни, за ее увеличение. Но с другой рукой, получается, мы сами себя убиваем. И деньги, которые мы сегодня тратим на здравоохранение, они совершенно обесмысливаются. Также Дарига Назарбаева подвергла критике некоторые нормы экологического кодекса. По данным Минэкологии, ежегодно в стране образуется порядка 5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Всего накоплено ТБО 120 миллионов тонн. Проблема в том, что из действующих 3500 полигонов всего 18% соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Большинство полигонов уже переполнены и исчерпали свой срок службы. В то же время в текущем году выявлено еще более 9000 несанкционированных свалок. С января 2020 года вводится запрет для захоронения на полигонах пищевых и строительных отходов. Да? А интересно знать, а куда их девать? Вот куда? Что сегодня предлагает правительство или законы для того, чтобы предложить какую-то альтернативу тогда? Значит, этот запрет работать не будет. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Какая информация через мобильное приложение «Кунделик» будет платной для родителей? Об этом в Мажилисе рассказал министр образования Аймагамбетов. Сама информация об оценках и обратная связь по текущим оценкам бесплатная. Но что касается аналитики, сравнения, рейтинга, то оно платное, пояснил чиновник. В свою очередь, депутат Азат Пюрашев не согласился с таким положением дел. Бесплатное среднее образование гарантировано в Конституции, напомнил мажилисмен. Предложенная МОН-система вызвала неоднозначную реакцию со стороны общественности. Нововведение вызвало шквал критики у населения, однако глава МОН не отказывается от проекта. Речь идет об аналоге российской программы «Дневник.ру», адаптированного под казахстанскую систему образования. Как пояснял еще министр Сагадиев, система бесплатная, а зарабатывать система будет за счет рекламы. Но, пройдя регистрацию, родители узнали, что онлайн-дневник платный. Оказывается, обещанные продвинутые опции, в частности, рейтинг ученика в классе, это уже не за даром. Бесплатное среднее образование в государственных учреждениях гарантировано Конституцией. Вы ввели у себя там платные услуги за допуск родителей, за получение информации о ходе успеваемости ученика. Образовательный процесс, он бесплатный, это гарантия конституционная. Пожалуйста, Асад Ханович. Азат Рулбекович, здесь сама информация об оценках, обратная связь, сами отметки, которые ежедневно получают дети, они бесплатные. Эта информация бесплатная. Но что касается аналитики, сравнения, рейтингов и рекомендаций, здесь это и мобильное приложение, оно платное. Можно попользоваться безвозмездно демо-версией 30 дней, но потом надо платить за удовольствие знать, на каком месте по знаниям твой ребенок в классе, на первом или на последнем. Далее требуется либо сделать одноразовый платеж, либо оплатить за год вперед. Напомним, что цена обычного дневника 200 тенге, его цифровой преемник обойдется как минимум в 2000 тенге. Родители уже посчитали, что компания зарабатывает на родителях 5 миллиардов тенге.
Вот, разработчик компании. Это российская компания, насколько мне известно, Дневник.ру называется. Она достаточно одиозная в самой России. Все ее приложения платные для российских. И в России идет большое возмущение работы вот этих ее приложений. Какая компания? Дневник.ру называется, российская компания. И она является, для Казахстана, для вас является основным поставщиком этих услуг. С ней вообще нельзя связываться. Не захочет эта компания, экономика у них там вдруг не срастется. Ну, на рынке другие есть. Пригласите, с ними заключите договор. Ну, сегодня же дорогие совсем рыночные условия. Я не думаю, что они единственные на рынке. По мнению же разработчиков, системой должны остаться довольны родители. С ее помощью они смогут бесплатно узнавать текущую успеваемость учеников. Можно получать информацию о школьном расписании и домашнем задании, отслеживать посещаемость и иметь доступ к электронным образовательным ресурсам, находясь в любой точке страны. Согласитесь, это удобно. Ребенок еще в школе, а у тебя есть возможность увидеть, какую оценку он получил, был ли на уроке или нет. Но родители недовольны тем, что их ввели в заблуждение, и бесплатное стало вдруг платным. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. Уральским налогоплательщикам рассказали об изменениях, которые внесли в налоговый кодекс. В законную силу они вступят уже с нового года. Так, согласно нововведениям, право применять режим по патенту сохранят лишь 32 категории бизнеса. Большая часть их связана со сферами торговли, услуг, образования и даже с выпасом домашних животных. Остальным же бизнесменам предоставить возможность перейти на новые налоговые режимы. Кроме этого, планируется ужесточить ответственность за нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин. А еще стало известно, что военнослужащие и сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов с 2020 года не будут уплачивать обязательные пенсионные взносы. И отчисление в фонд медицинского страхования работодатель за таких лиц делать не будет. Изменений очень много. Каждый из них требует, конечно, какого-то тщательного подхода, тщательного изучения, но максимально то, что мы сможем, так скажем, в нашем формате двухчасовом, ну, может быть, трехчасовом обсудить, мы это сегодня сделаем. Свыше 230 административных правонарушений выявили рыбинспекторы. 15 материалов из них были направлены в суды, где 13 нарушителей признали виновными и назначили им штраф на общую сумму почти 500 000 тенге. Полностью сумму взыскать еще не удалось. Также рыбинспекторам помогают егеря. Им удалось выявить 41 нарушение. Теперь браконьерам придется выплатить штраф в размере почти 3,5 миллиона тенге. С начала года в суд был передан один уголовный материал в отношении 2 нарушителей за незаконный вылов осетровых пород. Судом обвиняемые были признаны виновными. Судом на них был наложен штраф на сумму 37 875 тенге на каждого, а также предъявлен ущерб за вред, причиненный рыбным ресурсам, в размере 3 333 000 тенге. Партийной работе необходима перезагрузка. Об этом было заявлено в ходе актива партии Нур Отан в Уральске. Участники заседания собрались, чтобы обсудить вопросы по улучшению работы партийной системы и определить задачи на предстоящий период. Сегодня западно-казахстанским областным филиалом проводится работа по моделированию своей деятельности. Осуществляется работа по взаимодействию с фракциями маслихата всех уровней. Депутаты усилили прямую работу с населением. В области депутаты усилили работу на местах с населением. Они открыли, у кого не было, свои аккаунты в социальных сетях. И в социальных сетях сейчас инициируется рассмотрение проблемных вопросов своих округов на бюро политсовета филиалов партии. Возглавляемая Елбасы партия Нур Отан представляет все категории общества. Сейчас по республике в партии насчитывается около 800 000 человек. Сегодня утверждена конкретная стратегия и план работ на дальнейшее развитие. Политика Елбасы привела экономику Казахстана к статусу одной из самых быстро развивающихся экономик мира. Республика Казахстан на пороге 90-х оказалась в сложном положении. Отсутствие четких перспектив, крах экономики и политической системы – первое, с чем столкнулись наши граждане в это непростое время. И именно от роли и качества первого президента зависело то, как скоро страна перейдет в переломный момент и сделает самостоятельные шаги к процветанию. Участники заседания отметили, что работе партийцев на местах необходима перезагрузка. Нужно выйти на новый уровень развития регионов и государства в целом. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.
Западно-казахстанских предпринимателей обучают алгоритму экспорта товаров. Круглый стол состоялся на базе филиала Национальной палаты предпринимателей «Атамикен». Эксперты Казахстанского института стандартизации и сертификации поделились с местными бизнесменами правилами в области технического регулирования различных стран. Казахстан проводит активную торговую политику и акцентирует внимание на расширении торговли в части продвижения нашей продукции на внешние рынки. Сегодня будут представлены вниманию участникам обзор стран экспорта. Это Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Германия в части органической продукции. В Уральске состоялся форум имамов. Мероприятие прошло с участием священнослужителей Западно-Казахстанской области. Участники мероприятия обсудили состоявшийся ранее республиканский форум имамов, духовные ценности общества, основные проблемы общественности, значение веры и моральных ценностей для человека. Духовным управлением мусульман Казахстана была разработана программа, согласно которой определены обязанности священнослужителей, а также создан единый реестр религиозных обрядов с целью исключения разночтений. Стоит отметить, что необходимо усилить работу по освещению деятельности Духовного управления мусульман Казахстана в СМИ и социальных сетях. К тому же для оперативного решения вопроса на уровне министерства было предложено открыть виртуальную приемную Верховного муфтия. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.